Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерменен табиғат аясында сірне дайындаймын. Алдымен бәрін жуып, жақсылап, көкөністерін бәрін турап дайындап алдым. Жолдасымның жақсы көретін тағамы. Бәрін өзі турап, кеше марқаны сойып, марқаның жас етін бәрін дайындап берген. Алдымен қазанымызды қыздырып, қазанымызға ең бірінші құйрық майын жайып салып шығамыз. Оның үстіне етімізді саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Сонан соң бір жерлерде пияз дейді, біздер жуа дейміз. Жуамызды саламыз. Жақсылап жайып барлығын. Онан кейін қайта үстіне етімізді саламыз. Қалған етімізді 3 бөлікке бөліп салдым. Сонан соң сәбізімізді салып, қайта үстіне етімді салып, дәмдеуіштерімді, тұзымды сеуіп, лавр жапырағын салдым. Шамалы кішкене бір үлкен сорпа кесемен бір кесе су құйдым. Картошкамды салып, сосын 40 қабатпенен бетін жаптым. Өз дәмін буын сақтап тұрсын деп, мені қақпағын жауып, жай отқа қойдым. Бізде марқаның еті болғандықтан тез пісті. Табиғат аясында тамақ жеген қандай жақсы, өздеріңіз білесіздер, күшті. Біз отбасымызға демалуға келеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің сірнем ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мені қолдап кеттіңіздер Фаризаның каналын. Көп-көп рахмет.